Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында сиыр етінен беф строганов жасайтын боламыз, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен етіңізді жұқалап, майдалап, жақсылап, ұзыншалап осылай турап аласыздар. Яғни картошка фри ұқсатып турайсыздар етті ұзын-ұзын қылып. Бұл тамақтың бір құпиясы жаңағыдай қаймақты соуста жасалады. Дәмі сондықтан ерекше болады, жасап көріңіздер. Еттің суы толықтай тартылғанша осылай кішкене күйдіріңкіреп қуырасыздар, сонда дәмі ерекше болып шығады. Осыдан кейін пиязымызды саламыз, майдалап турап алып, бір дана пияз жетеді. Сондықтан жақсылап қуыру, бұл тамақтың ең бастысы жақсылап қуыру. Осыдан кейін сарымсағымызды саламыз да тағы да 1-2 минуттай қуыратын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша томат пастасын қоссаңыздар болады. Мен көбінесе паприка қолданамын. Осы паприка маған жеткілікті, және кішкене тұз қосам, сосын соус қосам, соя соусын. Өздеріңіздің қалауларыңызша тағы да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Кейде бұл тамаққа саңырауқұлақ та қосуға болады, егер өздеріңіздің отбасыларыңызда жейтін болса. Соустың бәрін, дәмдеуіштің бәрін қосқаннан кейін тағы да жақсылап 1-2 минуттай қуырамын да, осыдан кейін 20% қаймақ, болмаса үйлеріңізде сливки болатын болса, сливки де құюларыңызға болады. Мен қаймақ қосып жасадым, маған осылай ұнайды. Араластырып көресіздер, өздеріңіздің қалауларыңызша сливки қоссаңыздар да, қаймақ қоссаңыздар да. Бұны да жақсылап қуырамыз да, содан кейін қайнап тұрған судан осылай еттің бетін жабатындай етіп құямыз. Одан кейін тамағымызды 30-35 минуттай бұқтырып қоямыз. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Қалауыңызша кез келген гарнирді қолдансаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне осымен тамағымыз дайын болды. Ас болсын, сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, сонда менің рецепттерімді жоғалтып алмайсыздар.